қасында өскен бала ол ағайын туыстан қашық болмайды, бәрімен аралас құралас, бүкіл ағайынды танитын, әңгімесі үлкен кісілердің әңгімесі сияқты, дұрыс тамақ жеп, піскен тамақ жеп, көшеден фастфуд жеп жүгіріп жүрмейді ондай балалар. Кәдімгі етті асып, қазы қартасын жеп, әжесінің қасында, атасының ортасында отырған балалар. Одан тек қана жаңағы жақсылық көру керек деп ойлаймын мен өзім. Өзіңіз де бала болып келдіңіз ғой? Иә. Сол шаңыраққа. Енді бірінші курстың студенті деген ол өте жас бала ғой. Қазіргі 20 жаста көзқараспен қарағанда тіпті ол 20-дағы қыздар әлі ана болуға, келін болуға, қайдан психологиялық тұрғыдан дайындары да бар шығар, бірақ көпшілігі дайын емес. Сонда өзіңіз де бала болдыңыз, оларға еркеледіңіз, олар сіздің жағдайыңызды жасады. Бұл жерде тек қана келіннің ғана емес, бұл жерде ененің де ақылдылығы өте әсер етеді деп ойлаймын. Қазіргі таңда тек қана келінге ғана байланысты емес, енеге көп нәрсе байланысты. Қазір балаларымен, келіндермен бірге тұрғысы келмейтін, жанының тыныштығын ойлайтын, бала бақысы келмейтін, немереге қарағысы келмейтін енелер өкінішке орай көбейіп бара жатыр. Әлде ол білмеймін, заманның ағымына сай өздерінің дәстүр үзіліп қалды. Сіздерде болды, келе жатыр сол дәстүр. Сондықтан осыған да мән беру керек. Енелердің де жақсы жағын айтып, келінге қандай көмек көрсететінін айтып отырса, көбісі ойланар еді деп ойлаймын. Мысалға, мен өзім ойлаймын. Менің анам да мысалы қазір 4 немересін бағып, келінін жұмысқа жіберіп, сөйтіп отырған адам. Себебі біздің отбасыларымыз ұқсас, бізде осындай дүние бір жаңағы жүйеде болды ма,